Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Оңтүстікке келін болған солтүстіктің қызы дәстүрге шыдамай төркініне кетіп қалған. Әңгімені тыңдамас бұрын арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Елордалық Айдана есімді келіншек осыдан 1 жыл бұрын оңтүстіктің жігітіне тұрмысқа шыққан. Астанада танысқан олар көп ұзамай үйлену туралы шешім қабылдайды. Бастапқыда бас қалада тұрамыз деп сендірген жігіт үйленген соң туған жеріне қайтқан. Ол жақтың қатаң дәстүріне шыдамаған келіншек төркініне қайтып келген. Жүкті әйелдің жан сырын тыңдап көрдік. 25 жастағы Адина былтыр жазда шымкенттік жігітке тұрмысқа шыққан. Елордада танысқан олар үйлену туралы өмірлік маңызды шешімді көп ойланбай қабылдадық деді. Күйеуім Түркістан облысы Түлкібас ауданынан. Ауылда өскенмен оңтүстіктің жігітіне мүлдем ұқсамайды. Жазда ауылда ата-әжесінің қолына оқу кезінде ата-анасына Шымкентке кетіп отырған. Ата-анам оңтүстіктің жігітіне жолама деген әңгімені жиі айтатын. Алайда тағдыр солай болды, жолымыз тоғысып, үйленетін болып шештік. Отбасылық өміріміздің бастапқы 3 айы жақсы өтті. Ата-анам сыйға тартқан 1 бөлмелі пәтерде тұрып, жұмысымызды істеп, ел қатарлы өмір сүріп жаттық. Бірақ күйеуім жұмыстан қысқарып қалып, қыстан бері жұмыс таппай жүрді. Ақыры ақпан айында елге қайтамын деген шешім қабылдады. Әрине, бастапқыда мен қарсы болдым. Оған тұрмысқа шығарда Шымкентке бармайтынымды, тек осы Астанада қалатынымды айтқанмын. Бәріне келіскен болатын. Алайда ата-енем жұмысқа шақырып, ақыры сол айда көшіп кеттік. Маған да жұмыстан шығаруыма тура келді. Барғаннан кейін өмірім басқаша болып шыға келді. Таңертең ертемен тұрып, ата-енеме шай дайындадым. Одан қалса демалыс сайын ауылдағы ата-әжесіне барып, ол жаққа көмектесетінмін. Орамал тағып сәлем саламын. Біздің жақта ондай жоқ. Шынымен мен үшін ол дәстүрдің бәрі таңсық көрінді. Кәдімгідей таңғы 6-да тұрып, үй маңын сыпырдым. Университетті қызылмен бітірген дипломым, мектепті үздік бітіргенімнің бәрі жайымен қалды. Өткен айда аяғым ауыр екенін білдім. Ақыры шымкенттік дәстүрге шыдамай, осындағы үйіме қайтып кеттім, дейді келіншек. Болашақ ана күйеуімен әлі де тілдесіп тұратынын айтты. Алайда туған туыстары келіншектің соңынан бармаймыз деген шешімге келіп, жолдасын өзімен ажырасуға көндірмек екен. Ата-енем, ағалары бар, бәрі менімен ажырас дейді екен. Бойымда бала бар екенін біледі. Қалайша сондай сөз айтады екен. Балаға көмектесеміз, әйел табылады деп күнде күйеуіме сондай кеңес береді екен. Ендігі өмірім не болатынын білмеймін. Мына жақтан ата-анам да көңіліміз қалды, екіге айырылыңдар деп отыр. Қатаң дәстүрге мойынсынбаймын деп, отбасымның шаңырағын шайқалайын деп тұр. Егер менімен татуласпаса, соңынан келмесе, ажырасып тынатын шығармын. Одан басқа жол көріп тұрған жоқпын, деп әңгімені аяқтады келіншек. Құрметті менің тыңдармандарым, әңгіме ұнаған болса, арнаға жазылуды, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.